иә. Қайтадан ассалаумағалейкум. Біздің бірінші әңгімеміз бірінші бөлім болып қалсын, үзіліп кетті интернет байланыспен байланысты. Біз Шаяхмет Қали мырзаменен әңгімелесіп жатырмыз. Бұл кісі математикадан, алгебрадан мамандығы. Қытайдан сол кездерде университетте сабақ беріп, осы жерге келіп, осыдан неше жыл бұрын деп жатырмыз. 2000 нешінші жылдансыз? 1997 жылы келдім. 97-ші. Енді бірінші кісілерден қатарда келіп жатсыз. Демек, сіз қазір бір 23-24 жыл Қазақстандасыз. Мен қазір қысқаша айтып береймін, сіз де мені тексересіз. Қытайда енді сіз 60-шы жылдардың басында туылсаңыз, мектепке бастап біткенге дейін сізде мәдени төңкеріс болған Қытайда. Сол кезде мектеп оқуға мән көп бермеген мемлекет. Соның өзінде де сіздер сол кездерде жаутық деген кітабыменен сол кездерде болды ма? Қазақстанмен байланыс болған екен. Сіздің бұрын болған екен, бұрын болған. Сол кезде сақталып қалған. Сол жерде сақталып қалған. Ал кейін 84-ші жылдарда сіз 76-ші жылдарда сіз ол уақыттарда оқуға 78-ші жылда түскенсіз, иә? Сонда 84-те бітіріп, 79-84-те бітіргенде сіз жаңа үкімет, Қытайдың үкіметі оқуға көп мән бере бастады, иә? Сол кезде әсіресе 84-ші жылдарды сіз бітіргеннен соң қазақ жігіттер, әсіресе қазақтар өздері сол өте үлес қосты қазақ тілдегі ғылымды көтеру. Бірнеше адамдар дейміз, 15 дейін де мүмкін солай шығар, шынында да 15 шақты емес па? Солардың қатарында сіз болдыңыз. 84-тен 2000-ші жылдарға сондай енді қозғалыс үлкен болған. Сол уақыттарда латын әріптерді шыққан шығар, қазақша сіздер кітаптарды шығарғансыз. Одан кейін қазір Қазақстанда тұрып жатсыз, және де сіз ақынсыз оған қоса, және де математикадан, Қытайдан қазақи тәсіл, көбейту тәсілдік енді шығарғансыз кітапты, бірақ ол тәсілді өзіңіз таптыңыз ба, әлде бұрынғы көне қазақи ма? Бұл енді бұл сұрағыңызға жауап бере кетейін. Бұл жерде айтып отырмын ғой, біз сол мәдениет революциясынан кейін оқу өте керемет болды. Жалпы сол жерде оқыған қазақ жігіттердің қай-қайсысы болсын өте мықты. Қазір бұл жерде ол жігіттер көп, әр саланың, физик болсын, химик болсын, математик болсын, тарихшы болсын, медицина саласы болсын, өте мықты жігіттер, қыздар көп келген. Олардың барлығы да осы өз мамандығында қазақ тілінде кітап жаз десе жаза алатын, жасай алатын деңгейдегі жігіттер, қыздар. Өкінішке орай бұл жерде ондай сұраныс болмағандықтан көп адам сол басқа жұмыстармен айланысып кетті, бизнесмен кетті, дәрігерлер білесіздер, қашан болсын кішкентай болса да емханасын ашып жан бағып жатыр. Яғни Қазақстанға дерліктей үлес қосу мүмкіншілігіміз болмады. Алдымыздан орыс тілі ойқастап шығып отырып алды күні бүгінге дейін. Бағана сіз бір сөзіңізді айттыңыз ғой, Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміз мынау шынайы ғылым, яғни мына жаратылыс ғылымды әзірше орыс тілінде болған дұрыс деп айтты деп. Енді ол кісінің айтып жатқаны дәл қазіргі таңда орта мектептегі қазақ тіліндегі оқулықтардың өзі, мен көріп жүрмін, сабақ беріп жүрмін ғой өздері бұл жерде, өте нашар. Қазақ тілінде мысалы мен математиканы көремін көбінесе, кәсібім болғаннан кейін. Математикадағы мәселе есептерді түсіндіру, соны жазу барысында соны кітапты құрастырған адамдар өзі байқауымша қазақ тілін жақсы білмейді, орысшаға мықты, өз мамандығына мықты болу керек, оған дауым жоқ. Бірақ қазақ тіліне мықты болмағаннан кейін ана
баяндаудың қай деңгейде тұрғанын өзі түсінбейді. Сондықтан кітаптағы мәселелі есептерді оқушы тұрмақ, мұғалімнің өзі 3-4 рет оқып, былай демекші екен ғой деп жорамалдап әріп түсетін жағдайлар бар. Сондықтан енді бұл университет саласында тіптен қазақ тілінде болса да тым аз немесе жоқ, жарасыз қылым саласын. Сондықтан да Тоқаев мырза, президентіміз осындай айтқан болу керек. Негізі Асқар Жұмаділдаев мырзамыз да айтқан, мынау қазақ тілін ғылым тіліне айландыру керек. Біздің тіліміз ғылым тіліне керемет келеді. Керемет келеді. Өйткені қазақ тілі өте бай тіл. Мен мына бағана айттым ғой, шипагерлік баян деген кітаптың сөздігін жасау барысында күні бүгінге дейін біздің тіліміз және бар болса да бағана ауысқан көп тілдерді байқадым, соның бәрін сөздігін жасап қойдым. Енді реті келіп кезігіп жатса сізге беруіме болады. Жалпы айтайын дегенім, қазақ тілінде дәл қазір осы біз қатарлы келген жігіттер, қыздар Қытайдан дәл қазіргі кезде Қытай бағана математика, физика, химия салаларынан кітап жазуға мүмкіндік берсе, қазақ тілінде жақсылап кітап жазып кетеді деп ойлаймын. Бұл ұлтымызға көмек болар еді. Жақсы. Енді қараңыз, сіздің енді бір-екі жағы бар деп көрейін. Бірінші, сіз Қасым-Жомарт Тоқаев дұрыс айтты деп жатсыз. Енді жарайды, ол дұрыс айтып жатыр, өйткені оқулықтар сіз айтып жатсыз, өйткені сіздер шығарсаңыз, оған неше жыл өтеді, неше жыл керегі ана қайтадан оқулықтарды. Сонда Қасым-Жомарт Тоқаев айтады ма, әзірше орысша оқи беріңіз, 10-15 жылдан бір жаңа оқулықтар шығады деп. Сіз соған келісіп жатқандай болып жатсыз. Менімше бұл өте қауіпті, бұл кісінің сөзі, ол ойламастан, өйткені қалай ойлағанда дипломат, ресейлер не дейді дегенде соларға қарап айтып жатыр. Ол сіз енді кішкене лауазымды болғаннан соң, кішкене соны не болмаса мәдениетті болғаннан соң, мен кішкене дөрекелеу ретінде сізбенен сөйлесіп жатырмын. Оныкі дұрыс емес. Бұл қауіпті сөздер. Назарбаевты оған дейін президент болған, оның қауіпті бір сөзі, менімше, ол қазақпенен қазақша сөйлесін деген сөзі өте қауіпті болды. Өйткені біз басқа ұлтпенен, бір кісіменен кездескенде, жұмыспенен қазақша сөйлесем, ол маған, мен қазақ емеспін ғой, көрмейсің ба дейді да. Көп кісілер сондай. Менің түріме көріп от, мен қазақпын ба деп, нетеді, сен мені қазақ деп санайсың ба деп, өздерінше сонда мақтанып сөйлейді бізбенен болды. Сол Назарбаевтың сөзі қазақпенен сөйлесу. Біздің қазақтың жағдайы, әсіресе тілге қарағанда, ол индейцтердің резервация, білесіз ғой, я? Американдар жарайды деді, сендерге мінеки жерлеріңізді береміз, о жақта өз тілінде сөйлейсіз ба, балық аулайсыз ба, атпенен шабасыз ба, қымыз ішесіз ба, істеңдер. Бірақ та бұл сол жақта істеңдер. Сол қазақ тілдің өзіне бар саласы. Физика, технология сіздерге әлі ерте болмайды. Біз бір салады, егер қазақ тілді төмендетсек, болды. Тіліміз қазірдің өзінде де өте қиын жағдайда. Енді маған қарап айтат шығар, саған қарағанда шындады жағдайларыңыз онша емес деп. Тағы енді екінші мысалды жаңа айтып жатырмын да, мысал дегенде менің бір компьютердан бір нәрсе іздеген программист, қарасам бір танысым екен ол жақта. Және де бұл сол Назарбаевтарменен бірге істеген екен, солардың бір лауазымды бір кісі болып шықты, менің танысым дейді да. Телефон соқсам, енді орысша сөйлеп жатырмыз. Ол айтам, сен анау қазақ мәселені көтерген екенсің, сол программа жасаған екенсің. Я дейді, бірақ та ол проект дейді, ол тоқтап қалды дегенде. Мен айтып жатырмын, онда қызық қой, қазақ тілді не істеп жатсыңдар, өзін жалғастырып жатсың ба? Ол енді маған орысша, маған қызық емес деді. Сен қалай қазақ тілді қайтадан айтайын десе, ол маған қатан айтты, кесіп айтты. Орысшалап айтайын ба? Жоқ, қазақша айтыңыз. Ол орысшалап, бәрі орысша сөйледі. Маған қазақ тіл
қызық емес деді, маған кесіп айтты олай. Сондай адамдар оқулықтарды да сол істеп жатыр. Технология да қазақ тіл жоқ. Анау журналистер домбырамен бәрі жақсы, ол қымыз жеді ма, ана жақта конференция жасайды ма, бәрі тойларға барады, бәрі жақсы болып көрінеді. Бірақ ол индейцтердің жақсы көрінгені. А мемлекет болу, ол мемлекеттік тіл, ол жан жақтан болу, әсіресе технология, компьютер және IT дейміз ғой, иә, технологиядан болу керек. Бірінші орында қазақ тіл, және қазақ тіл осы маман, осы салада көтеріле арқылы төрге отырады қазіргі салада. Менімше, және де сіздей кісілер сізді төрге отырғызу керек. Былай қарағанда қазір қазақ тілдің көзі, айтып жатырмын, ол домбыра емес, қазақ ол домбыра емес, қазақтың тілі және көзі технология болу керек деген. Технология арқылы қазір Google-дан қараса, өзбектердің өздері өзбекше Google бар аударма, оның өзінде өзбекшені түсінеді екен қазір. Өзбектер жасап жатыр, а бізде әлі жоқ. Ешкім оны істеп жатқан жоқ, талап етіп жатқан жоқ. Мен көрдіңіз ба, осындай кішкене сөзі даусымды көтеріп әңгімені қосып жатырмын. Сонда енді сіздің жаңағы Қасым Жомарт мырза, ол бәрін біледі, Мао Цзедун бәрін біледі, ол Ленин бәрін біледі. Пәленбай жылға біз енді қарапайым, айтпақса, кеше Фейсбукта бір көріп қалдым, бір әйел мұғалім балаларды шапалақпенен ұрып жатыр, қатты. Көрдіңіз ба? Енді сонда қазақтар комментарий жазады ғой, дұрыс, өте дұрыс. Біз де осылай өстік, бізді де ұрды. Кәдімгі 90% көбі дегенде бәрі деп айту болады. Мен таңғалып жатырмын сонда. Қалай олар текті болса, ол өз баласын ұрғызбайды шығар. Текті адам өз баласын ешкімге ұрғызбайды шығар. Және текті бала өзінде де ұрғызбайды шығар. Менің ойымша. Бұл тексіздіктердің, құлдардың сөздері. Кез келген, бұны баланы ұрса, менің ойымша. Кім қалай түсінеді? Сосын кез келген, сен жақын адам оны ұрса, демек кез келген оны ұра береді деген сөз. Дайын болады. Бір қылмыс көріп атса, бір әділетсіздікті көріп атса, жүрегі көмектесуге туылмайды. Ол өлген, ол құл. Құлды мүмкін мен түсініп атқан жоқпын. Өйткені мен енді бұлай өскен жоқпын. Мен әке-шешелерім ондайға бұлай ешқашан ұрған жоқ. Мені солай сыйлап өстім. Мүмкін мен тәрбиелем дұрыс емес шығар. Сондан енді мен кішкене ғылымға жақын болған соң, мүмкін де мына жақтан, мана жақтан да көргім келеді. Сіз қалай ойлайсыз бұл жағдан? Көп сөйледім. Енді бұл жерде бұлай, бағанағы әйелдің енді әлеуметтік желіге тарап кеткені, ұрып жатқаны, тізіп қойып жатқаны бұл енді аса дұрыс емес. Бірақ қазіргі Қазақстандағы оқу сапасының соншалық төмендеуі, қазақ ғылымының соншалық төмендеуінде түрлі себептер бар. Соның бір себебі бағанағы ана тілінде оқымау десек, екінші бір себебі мектептегі бұрынғыдай тәртіп түзімнің жоқтығы. Мұғалімдардың абыройының төмендігі, мұғалімдарды сондай төмен дәрежеге бейшара халге түсірілгені, оқушыларға ешқашан да шекесінен шертпайсың, бір ауыз қатты сөз айтпайсың дегендіктен, ол оқушының барлығы текті, барлығы ақылды, барлығы кемеңгер жуас болмайды. Бала кезінде небір балалар бұзық болады. Бірақ сол бұзық баланы жақсы жолға салсаң, ертең күні ол бір керемет дана болып шығатындары бар. Ал енді жолға салмасаң, сол қисық жолменен кетеді. Бағанағы жас бала, жас тал сияқты, жас талды түзу баптасаң түзу өседі, қалай болса солай қойып берсең, желдің ығына жығылып қисық өседі. Бұл адамда сондай нәрсе.
Сондықтан бұл жерде біздің оқудың сапасының төмен болуында бағана кітаптың да себебі бар, оқу саласындағы жүйенің себебі бар, қағазбастылық бар, бос ұстаған мұғалімдерді жиып алып ұсақ-түйек айландыратыны бар. Ал енді бағанағы мұғалімнен оқушы қорықпайды. Яғни мұғалімді оқушы құрметтемейді. Құрметтемегендіктен оқушы ол мұғалімнің сөзін тыңдағысы келмейді. Оның сабағын анда-санда бір дарынды туған балалар болады. Олар құрмет етеді, көп бала дарынды болмайды. Жалпы тіршілік дүниесінде байқасаңыз, асыл заттар аз болады. Орташа заттар одан көбірек болады. Ең нашар зат одан көп болады. Бұл адамда табиғаттан жаралған дүние болғандықтан, сондықтан бұл жерде тәрбие мәселесі бар. Мен ойлаймын, ол әйелдің өйтіп қатты ұрған дұрыс емес. Бірақ егер маған салса, мектептегі тәртіп түзімді өзгерту керек. Мұғалімдарды келе жатқанда оқушы қорқатын, мұғалімдар келе жатқанда тік тұратындай дәрежеде болу керек. Сонда мұғалімнің сөзі өтеді. Мұғалімнің сөзі өтеді. Егер мұғалімнің абыройы бет-бедел болмаса, онда оқушы мұғалімді көз білмейді де, оқу сапасы нашар болады, сонан кейін ылғи өтірік бал қоятын болады. Қазір білем, мектептерде өтірік бал, өтірік алтын белгі, жоғары университетке дейін бар. Осының бәрі қазақты құртады түбінде. Енді қайту керек? Қазақ мемлекеті осы жердің иесі болу үшін бірінші кезекте сіз айтқандай ғылымды, білімді, технологияны ұстау керек. Ол сіз айтқандай әнші, күйші деген ол бір уақыт көңіл көтеруге жарайды. Ол ұлтты өркендетіп, ұлтты әлемдегі халықтардың алдына шығара алмайды. Дәл қазіргі кезде ол осыдан 300 жыл, 400 жыл бұрын болса болар еді. Қазір ондай емес. Сондықтан мен бағана Тоқаев мырза сол үшін айтқан болу керек дедім. Бірақ менің ойым, дәл қазір осы біз сияқты Қытайдан келген әр саланың мамандарын ортаға алып, осы жердегі қазақ тілді аздап, осы жерде бар ғой ғалымдар. Ғалымдармен бірігіп отырып, түрлі ғылымның кітаптарын жасауға болады. Егер мемлекет ақша ажыратып, осыны қолға алса, ар кезде 5 жыл ішінде біз оқулықтарды тәп-тәуір жасап аламыз. Ол қалған ақырындап жөнделеді. Мен соған сенемін. Ал енді біз қатарлы қазақтар кетіп қалса Қытайдан келген. Ендігі келген қазақтардан қазақ тілінен үміт жоқ. Оларды таза қытайластырып болды. Осыдан 20 жыл болды оларды қытайша оқытқан. Әзір ол жақтан келген қазақтар, жастар Қытай тіліне жүріп, қазақ тіліне оларды сіздердің баяғы совет өкіметі сияқты шорқақ. Енді ол қазақтардың отаншылдығы болуы мүмкін. Бірақ ол қазақ тілінде бірдеме жасап беретіні болмайды. Болса да өте аз болады. Сондықтан дәл қазір өте актуальный мәселе осы Қытайдан, Монғолиядан келген мықты-мықты жігіттер, қыздардан осы әр саланың ғылымынан қатарына алып, осы қазақ тілінде кітап жазу, қазақ тілінде технологияны сөйлетуге қолға алса, құба-құп болар еді. Мен соған атсалысар едім. Енді бағана бір сұрағыңызды ұмытып кеттім. Мына математикада қазақша көбейту тәсілін өзіңіз таптыңыз ба, бұрыннан бар ма дедіңіз ғой? Жоқ, ол бұрыннан жоқ, мен өзім таптым. Мен оны университетте оқып жүргенде ойлайтым. Содан сөйтіп алысып жүріп, бір 20 жыл дегенде сол көбейтудің жаңаша өзінше бір методикасын тауып алып, өте оңай, кетіп бара жатып көбейтіп кете бересің ойша. 2 орынды цифрмен, 2 орынды цифрді әсіресе. Барлық цифрға болады. Ол мына Қытайда жүргенде 97 жылы мен оны мақала қылып жазып, Шинжаң университетінің ғылыми техника журналы бар, атақты ғылыми журнал, соған шығарған. Кейін осы 2000 жылдар төңірегінде осы Алматыдан шығатын ізденіс деген, поиск деген журнал бар, ғылыми журнал, содан да шығарған. Бірақ бұл жерде бағана айттым ғой, ғылымға көңіл бөлу негізінен жоқ. Негізінен жоқ. Бірін-бірі көтермелеп, өтірік академик, өтірік ғалымдар көп. Шын, нағыз ғалымдар да бар. Бірақ нағыз ғалымдарды бағана өтірік ғалымдар басып кетеді де, ешкім ондай жаңалыққа қарап жатқан жоқ. Менің сол жаңалығымды мына Қытай мемлекеті 10 неше жыл болды телевизорда балаларға соны сабақ беріп жатыр. Сабақ беріп жатыр. Менің жаңалығым. Бірақ олар шаяқ меткі демейді, сұрасаң үндемейді. Қытай деген халық бүгін дүниеде не шықса, ертең соны көшіріп алады дағы үйрене береді. Сондайдың арқасында олар қазір ғылым техникадан бірталай жерге барып қалды. Бұл менің өзімнің жаңалығым. Шайхмет бауырымыз мырза, қараңыз, біз естіп жатыр, сіз енді мұғалімсіз ғой, байқап жатсыз біз сөйлеп жатқанымызды. Енді бізді кісілер түсінеді ме деп қалай ойлайсыз? Менше кісілер түсінеді, неге түсінбейді? Егер қазақпын деген, қазақ жүрегінде қазағым деген адам болса, түсінуге тиісті. Мен кішкене қаттырақ айттым, бұл ешкім айтып жатқан жоқ, мән беріп жатқан жоқ. Жаңа нақты білім қазақ тілде және де біз Аятжан мырзаменен өткенде сөйлескенде бір
бір мәселе шықты, неге бізде білім нашар, ол айтып жатыр, тексеру жағынан бізде аз мемлекет, балалардың білімдері Қытайда енді жылына 2 рет тексереді деп жатыр да, кез келген мектеп. Бізде ондай жоқ, әркім өзінше сабақ беріп жатыр деп жатыр. Тағы да бір мәселе бар, ол қайтып дегенде мен қостым, ана оқушылар, әке-шешелер балалар кетеді сабаққа, 5 әкеледі, әпедемі деп ойлайды. Менің балам оқиды деген. Сосын кейін тағы да армандайды. Мінеки, менің балам университетте оқиды, тағы да болады деп армандайды. Шынында қараса, оқуы өтірік, университетке ақша төлейді, біреулер қабылдайды, маман болып шықпайды, білімі жоқ, оған бізде бітірсе де мамандық өндіріс жоқ, оған жұмысқа, ондай мамандыққа керексіздік болып қалады да. Соның бәрі ол, және де мұғалім дәрежесі, ол мұғалімді сыйлағанда емес, оған да тұрған емес, ол білімге талап бізде бағалау деген жоқ. Бізде қазір анау кешіріңіз, Абайды жақсы біледі, тағдан тақылдап тұрған жігіттер бар. Бұлар мен бір нәрсе сөйлесен, сен оқығансың, мен тоқылғаным деп, анау керемет шешендікпенен, бұлай сөздермен айнала, анау жоқ қылады, мынау нақты білімізді керек емес деп көрсетеді. Сондай болып жатыр. Енді бұл нақты ғылымды, Әнеке, нақты ғылымды осы нақты ғылым оқыған адамдар біледі. Мына жалаң әдебиет оқыған, жалаң музыка, жалаң ән оқыған, жалаң күй оқыған адамдар, жалаң сыз оқыған адамдар, олар енді жаратсыз ғылымды, нақты ғылымды білмегеннен кейін, олар солай айтады да. Негізі ұлтты дамытатын нақты ғылым арқылы ғана біз өркениет өресіне жетеміз. Онсыз болмайды. Қанша бай болсақ та түк тұрмайды. Сіз ұлтты айтып жатсыз, ол Қытайда айту болатын еді, ұлт. Бізде ұлт деген мемлекет. Біз ұлт деген сол мемлекет. Мемлекетіміз мықты болу, тәуелсіз шынайы болу, болашағымыз болу, болмау. Мысалы, ұйғырларды алсақ, олардың сандарды көп, олардың да тарихтары көп. Бұрыннан бері жерлері деп айтса, жерлері де бар деп айту болады. Бірақ та еш нәрсе істей алмайды. Неге? Ақылдар жетпей жатыр? Жоқ. Тәуелсіз жоқ оларда. Тәуелсіз жоқ болғаннан соң. Тәуелсіз өте маңызды. Тәуелсіз үшін күресу керек. Анау қазір қарасам, мынау Түркияда, Фейсбукта көп топтар. Казахи в Турции дейді, қазақтар Түркияға. Ішіне кірсе, өңкей орысша сөйлейді. Сосын кейін сұрайды бір-бірінен, қалай екен Түркияда? Болады ма, болмайды ма? Бірінші тілді үйрену керек дейді, Түркия тілін білу керек. Үйреніп атырмыз дейді. Бұл жақта олар өз елінде тұра, қазақ тілін менсінбеген, түкірген деп айту болады. Ана жаққа барғанда, енді әлдеқандай деп қосуда болады. Өйткені ол ар жақтағы тұрған түрк тілін олар үйреніп атыр. Неге түрк тілін үйреніп атыр? Өйткені түрктер өз-өзін сыйлаған, өз-өздерін қорғаған, соғысқан керек болса да, мемлекет, тәуелсіз мемлекет құрған. Оларды да жаулаған, бұлай өткен ғасырларда болған. Енді біздің қазақтар болып, сондағы Түркия, мына жақта өз елін ешқандай, енді қазақылыққа, мемлекеттікке, болашаққа үлес қоспаған деп айту болады. Әрине. Қоғамның басымдылығы да болу керек. Біздің Қазақстанда қазақ тілінің жетілмеуіне, дамымауына осы біздің қоғам кінәлі әрбірден кейін. Егер қоғам мәжбүрлесе, бәрі сайрап кетеді. Мәжбүрлемегеннен кейін осындай бұрын үйреніп қалған, әлгі үйренген ауыз жырып кеткенге жақсы деген қазақтан мақал бар. Ана бәрі орысша оқып, орысша жетіліп алған, енді қазақша үйренгісі келмейді. Қоғамнан ешқандай басым жоқ оған, сондықтан өсіп кеткен. Ал Түркияға барғанда олар амалсыз, ол басым бар. Түркше сөйлемесе болмайды. Көрдіңіз бе? Бұл жерде мәжбүрлік бар. Біздің билікте кейбір жақтан басқа ұлтқа болмаса да, осындағы қазақтарға сөзсіз мәжбүрлік істету керек.
қазақтарға. Басқа ұлтқа әзірше үндемей ақ қойсын, өздері білсін. Бірақ қазаққа сөзсіз сен ана тіліңде жазасың, ана тіліңде сөйлейсің деу керек. Өнен кейін оқса 100 тілді білсін, ешкім оған сөз айтпайды. Әңгіме сода болып тұр ғой. Бәрін жасайтын қоғамды жасайтын адам. Яғни адамдар жасап отыр деген сөз бұны. Меніңше солай. Шайхет мырза, біз түрлі енді бірнеше тақырыпты қозғап жатырмыз. Иә, осы сөздерімізді іске асырсақ, мен дайынмын сізбенен бірге ма қалай бірінші болатын еді кешегі бастаған, өйткені сіз қазір жұмыс істеп жатқан жоқсыз математикадан бір ұшқа жерде. Осы кім қазір болып жатыр, осы салада істеп жатқан нақты білім қазақша білетін кісілер, не болса қазақ тілге, мемлекеттік тілге жаны ашитын кісілер жиналып, енді істесе жақсы болатын еді. Бірақ та оның анау не дейді, абден анау неге осы жүйеде абден көнген кісілер. Оны көну дегенде шапалақ ұрады, көніп тұр, ұрады, о әділетсіздікке, өзі әділетсіз, кейін тағда жасады, осыменен жүрген адамдар, олардан жақсылық туылмайды. Менің ойымша. Біз қазір көріп жатырмыз. Басқалар онда не керек дейді сен басын қатырып айтып жатыр, мысал болады. Тағда бір нәрсені бар да, Қытайдың қазақтары туралы. Мен бір түрлі кісілермен араласамын. Енді былайша. Енді бір таныстарым болады. Бір танысым осылай деп жатыр да, қытайлар келіп жатыр. Болады ғой, адам ауырады, дәрігерге келеді. Мен сол ауырғанын, маған бір бактерия кіргізген. Сонда ой айтып жатыр да, Қытайдың қазақтары, қытайлар әдейі жіберіп жатыр. Сосын кейін Қазақстанда естідіңіз бе ондайды? Өз саясатын жасау үшін деп жатыр. Оны естіген де жоқсыз, сіз ойыңызға да онда кірмеген. Бізде ондай тарататын адамдар бар. Осыны тарататын. Бізді ірітке салатын, бөлетін болып жатыр. Олардың арасында қазір бізді тыңдаса, мысалы, кімге балаларды орыс мектептіге бергендер, олар да бізді менсінбей қарайды шығар. Өйткені олар болашақта орыс тілге тікті ғой өзін. Енді осы жайлы. Енді мен ол біріншіден өзімен жаратылыс қылымның адам болғаннан кейін нақтылы көзім жеткен, қолыммен ұстаған нәрсе болмаса, оған мен бірдеме мынау болады, мынау шынында өтірік деп кесім айтпаймын. Біріншіден ол өйткені шынында өтірік те болуы мүмкін да, біріншіден. Екіншіден бағанағындай Қытайдың қазақтарын Қытайлар тәрбиелеп әте жіберіп жатыр дегенге өз басым сенбеймін. Енді адам бар жерде бар нәрсе болады. Шынара өте аз берен-саран адамды тәрбиелеп енді жіберсе жіберетін шығар. Бірақ оның қолынан бірдеме келеді деп ойламаймын. Жалпы Қытайдан келген, шетелден келген қазақтар Қазақстанға былай айтқанда 99% еліме, отаныма қосылып, қараны көбейтейін, еліме, жұртыма кішкене үлесімді қосайын деп келген қазақтар. Ал енді бағанағы оның ішінде сана бөлек, әр көргені бөлек болғандықтан әртүрлі сөйлейтіндер бар. Біреу жақсы сөйлейді, біреу нашар сөйлейді, біреу жоғары ғылымда тұрып сөйлейді, біреу төмен жақта тұрып сөйлейді. Сондықтан пікір саналуан болғаннан кейін басқа осы жақтағы тыңдарман адамдар көреді де, оның бәрін ұқсас адамдар ретінде қарайды. Негізі адамдардың деңгейі, сапасы, білімі, көзқарасы, санасы бірдей емес қой. Бірдей емес болғаннан кейін бірдей емес сөз шығады. Сізге қазір қалай көрінеді? Жағдайымыз жақсы ма? Қайсы мемлекетіміздің жағдайы ма? Мен сол таныстарым көп, Қытайдан келген, Қытайда аскери де болған, ана жақта, сол жақта аскерде болған. Біз бер жақта болсақ, ол жақта жау ретінде тұрған аскерлерді достарым деп айту болады. Бар. Солардан енді бәрінен сұраймын.
сіз қалай осы жерде Қытайдан келдің, осы жерге келдің, қалай бізде бәрі жақсы ма? Біраздар бәрі жақсы дей салады. Оларға солай көрінеді. Ана жақта болды, мына жақта қарағанда бәрі жақсы. Эпидемия Европаға келген секілді, Европа нәсілдері көп, Европаша сөйлейді дегенде оларға бұл жақсы болып көрінеді. Біз мына жерде қазақ тіл деп жатқан, ол түсінбейді де ондай жағдайды. Сіз қалай қарайсыз? Біздің жағдайымыз қалай екен енді? Енді ол бағанағы жақсы деп айтатындар, мысалы Қытай Халық Республикасынан келгендер, әсіресе онда білесіз, 4 жыл болды геноцидтік саясат жүріп жатыр Қытайда. Мына вирус ол жерден Уханнан тарады. Ол жерде сіздің бас еркіндігіңіз әрбірден кейін жоқ. Сіз бір ауыз артық сөзіңізді, шындығыңызды айта алмайсыз. Айтқанына көнесіз, айдағанына жүресіз. Ол Қытай бәрін өзі біледі жасайтынын да. Сондықтан енді мына жерге келгеннен кейін олар кішкене еркінсіп қалады ғой. Ешкім ештеме деп жатқан жоқ. Не айтады, не қояды, қайда барады, не істейді, ешкім ештеме демейді. Бұл жағынан ойлайды да олар, демократиялы елге келді, шынымен қандай жақсы, ешкім ештеме демейді, не істесін өзі білемін деп ойлайды да енді олар. Ол сол жағынан келеді. Ал енді шын мәнінде мен енді қазақтың осы жерде енді ұлтжанды азамат ретінде, енді оқыған өзіме лайықты білімім бар ретінде осы қазақ мемлекеттің тағдырына қарата айтқанда, біз 30 жылда қоғам тыныш болды, мемлекетіміз тыныш болды, тыныштық болды, жақсы. Бірақ бізде ғылымнан қат тартына кетті, Ал қоғамдағы былық-балық, қоғамдағы жемқорлық шектен асты. Фейсбукқа кірсеңіз сұмдық. Бүгін оқыдым, университеттердің, жүзнеше университеттердің барлығы жекешеленіп кеткен. Сондай кезінде мемлекет салған халықтың байлығының бәрі жекенің қолына түссе, жекенің қолына өткеннен кейін жеке не біледі? Ақшаны біледі, ақшадан басқа нені біледі? Сонда мемлекеттің қолы ішіне қалмаса, біреулер қол десе миллиондап жерді, миллион гектарлап алып алса, бір ағайындарда ештеме жоқ болса, осындай үлкен теңсіздік бар. Оған әзір қоғам, қазақ халқы оянды, бәрі айтып жатыр. Фейсбукта, ютубқа кірсе бәрі анық айтылып тұр ғой. Оның енді әрине ішінара асыра сілтеушілер бар шығар. Дегенмен үлкен жақтан көп дәлел фактімен айтып жатыр. Сондықтан бізге сілкініс керек, бізге өзгеріс керек. Бізге жақсы жүйе керек. Бізге болашақта қазақ деген халықтың осы Еуразияның Еуразияның төсінде отырған қазақ деген мемлекеттің мәңгілік болғаны керек. Сол үшін біз бағанағы жемқорлықтан тиіліп, арамзалықтан тиіліп, мына ғылым техниканы меңгеріп, біз мемлекеттер қатарында қасымыздағылармен тең дәрежеде тұруымыз керек. Мен соны армандаймын. Солай қараймын. Армандаймыз, иә. Және үлес қосамыз, мүмкіншілік болса, қаншама бізден қолымыз тиеді. Бұл жерде енді мен не беріп жатқаным, назар аударып жатырмын тіл. Ол тіл, бұл бір жағынан ғылым, екінші жағынан былай қарағанда саясат, ел, соған бәрі кіреді тілде. Бізде тіл ғылымдар әлсіз. Бізде тіл ғылымдар, филологтар дейміз, бізде филологтар көп, лингвисттер аз, не болмаса жоқтар деп айту болатын еді. Ол лингвистика десек, сондай енді тілдегі ол математикамен жақын болу керек. Шында да. Иә. Сондай, сіз енді сол математикадан болсаңыз, қандай аттарды айтасыз? Жаңағы айттыңыз ғой, бірен-саран емес, едәуір қазір Қазақстанға келден, мүмкін ана Қытайда жүргендер де бар, осы жерге шақыру болатын еді. Кімдерде айта аласыз? Мен енді қазір оны сіз айтсаңыз да мен танымайтын шығармын ол кісілерді, бірақ та сіз қазір айтып өтсеңіз, Қытайдан келген қазақ тілді нақты білімдің енді мамандары. Иә, мына қараңыз, Қытайдан кейін қазақ жігіттерден, бағана айттым ғой, қаншама зиялы қауым сол Тұрымтай тұсына, балапан басына бұл өз тіршілігімен кетті. Бірақ десе де, осы ғылымды сүйіп, отанына қайсым дөс қосам деген ақбал азаматтар жоқ емес. Мысалы,
мына Астана қаласында тұратын Қайрат Айдархан деген бір досымыз бар, азамат бар. Бізбен бірге мен Шинжаң университетінде оқығанда математиканы, ол Үрімжідегі Шинжаң медициналық институтын оқыған. Сол азамат осы Қазақстанға келгеніне оның да 20 жылға таяп қалды, жаңылмасам. Осы жерде қазақ медицинасы жөнінде 7 том жазды, 7 том. Және өз ақшасымен 7 томды жарыққа шығарды. 7 томды көтеріп жүрудің өзі үлкен әңгіме. Ал енді өзіңіз білесіз, Қазақстанда қазақтың ұлттық медицинасы десе, бұл жердегі бағанағы Еуропа, батыс медицинасын оқыған ғалымдар, дәрігерлер, академиктердің барлығы ой, қазақ медицинасы деген ылғай бақсы, балгер, құшмаш, құмалақшы, жынжыбыр деп ойлайды. Бірақ сол Қайрат Айдархан деген бауырым олай емес екендігін, бұл қазақ медицинасының тарихы 3000 жыл, 4000 жылға баратындығын Қытайдағы деректерге сүйене отырып, сол деректерді алып отырып, соның қытайшасын беріп, қасына аудармасын жазып отырып, сөйтіп 7 кітап жазып шықты. 7 том кітап болғанда. Енді бұл 7-шісі осы жақында шығады, баспадан шығып тұр әзір. 6-шысы менің қолымда әзір 6-ау тұр, дәл қазір осы қолымда тұр да. Міне, Қазақстанға қазақ медицинасының бар екендігін бірінші рет жасап шыққан азамат. Міне енді бұл 7 томды жоққа шығарып, ешкім қазақ медицинасы жоқ деп ешбір әулие академик айта алмайды. Шармановтың өз әнеугүні 7-ші томға керемет деп қол қойып беріпті. Ал енді мен өзім шипагерлік баян деген кітап зерттейін дедім. Сол шипагерлік баянның өзі бір кітап болғанмен, Қытайда қазақтар содан сан мыңдаған кітап жазып тастады. Сан мыңдаған кітаптар жазды, оқулықтар жазды. Қазақ тілінде қазақ медицинасының оқулығын жазып тастады, 18 оқулығын Алтай аймағында. Сода оқып жатыр. Ал енді басқа шипагерлік баянды зерттеп жазған кітаптар көп. Мен өзім 4-5 кітап дайындап қойып отырмын. Бағана Қытайдағы азаматтардікі бар, өзімдікі бар. Бір ғылыми мақалалар жинағын дайындап отырмын. Өз тарапымнан айтсам. Сол сияқты бағана Қайраттың ерлігі бұл ғажайып ерлік. Енді сол жақтан келген, Жапониядан қорғап келген кандидаттығын Уатқан деген мықты ғалым жігіт бар. Осы медицина саласында. Уатқан деген мықты жігіт бар, медицина саласы маман. Уатқан, Жапониядан қорғап келген. Мен білетіндерім де, мысалы, ағалап алдыға шыққан жігіттерден. Енді бағана өзіңіз айтқан Аятжан Ахметжан осы жерге келіп оқыпты, жас жігіт. Дегенмен осы жақында мен мына бір жерлерге бір математикадан сабақ беріңізші дегеннен кейін бір балаларға сабақ беріп едім, солар маған әкеліп берді, бір математикадан кітаптар шығарыпты. Сол ішінде Аятжан Ахметжанның аты бар. Әлгі кітап әжептәуір жақсы, қазақилығы да жақсы. Дегенмен осындай әрекеттер жоқ емес. Қытайдан келген жігіттер де бар. Енді мен білетіндерімді айтып жатырмын. Білмейтін қаншама осындай қыздар, жігіттер бар. Көп, әр саланікі бар. Енді қараңыз, сіз Қытайдың қазақтардың айтып кеттіңіз. Басқа жақтан келгендерді айта аласыз ба, кімді? Басқа жақтан келгендерді көп айта алмаймын. Мысалы, Моңғолиядан келген бағанағы тарихшы ағаларымыз бар. Жаңылмасам, Сартқожа деген кісі ғой деймін. Тарихшы ағаларымыз бар. Тарихтан жақсы жаңалықтар жасап жатқан. Қытайдан келген тағы мынау Шыңғысханның түрік екендігін дәлел фактіменен жазып шыққан, ода 10 шақты кітап жазған Тілеуберді Әбенейұлы деген жігіттер Қытайдан келген. Шыңғысханды осы былай айтқан түрікке қайтадан алып келген. Ол енді өтіріктен Шыңғысханды мен қазақ қылайын деген жоқ. Бағана Қытайда жазылған тарихтарды аударып, шын мәнінде манжу тілін үйреніп, Қытай тілін өзі жақсы біледі. Өзі біз оқыған кездерде Үрімжіде оқыған. Ол сондай 10 шақты кітап жазып тастады. О да үлкен жаңалық деген сөз. Қазір енді адамдардың көбі көзі жетті. Шыңғысханның біздің түрік екендігін, оның қазақ тайпасына қатысы бар екендігін, керек десең анау Қытайдың Пекинін Шыңғысханның немересі Құбылайдың барып салып қан балықтап қойған. Яғни Қытайды да біздің қазақтар ата бабаларымыздың билеген, қанды құрып бергендігін бәрі соның ішінде айтылады. Бұл да үлкен жаңалық. Яғни біз тарихымызды білмегендіктен де бағана өз тілімізді қадірлемей жатырмыз. Оның да өзіндік әсері бар. Біз бәріміз өзіміздің төркінімізді, ата бабамыздың тарихын білсек, біз тілімізді қадірлейтін едік. Тілімізді қадірлемегеннен кейін, басқа ұлттың тілінде сөйлегеннен кейін біз сол басқа ұлттың қызметін істейміз. Солар үшін еңбек етеміз. Сондықтан сіздің айтқаныңыз дұрыс, тіл мәселесі өте маңызды мәселе бұл. Енді мен бір нәрсеге риза боламын. Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміз қазақша жақсы сөйлей алмайтын ғой, өзіңіз білесіз. Президенттікке отырғаннан кейін бірден Пекинге барғанда бірінші қазақ тілінде сөйледі. Әлі өз күнде недәуір әжептәуір сөйлейді. Неге? Ынта сондай. Болмаса ол кісі жеті тілде сөйлейді ғой.
сөйлей берсе бола береді, ағылшын тілінде жүргізсе де бола береді мысалы. Бірақ ол кісінің кереметі мінекей, бұл халқын сүйген азамат деген сөз. Сол кісінің жігері болса, қол астындағы басқалардың бәрі сайрап кетпей ме? Оларда ниет жоқ. Президентімізде жақсы ниеттің арқасында қазақша керемет сөйлейтін болды қазір. Сондықтан сөзіңізге бұл жерде мен қосыламын. Бұл жерде енді сіз осы биліктегі адамдарды айтып жатсыз, мен бұған қосатын едім. Білім министрі қазіргі болып жатқан жас жігіт деп айтайық, Айтмамбетов бір керемет қазақи деп, өйткені мен қазақи десем бізді түрлі ұлттар, басқа ұлттарды, бірақ та қазақ тілді керемет сөйлейтін бір өте мінезі де былайша бізге ұқсаған дейді да, сондай қарапайым кісі, және ол да бір үлес қосып жатқандай сол тілді. Дұрыс айтасыз. Мен де соны байқап отырмын. Мына фейсбуктардан көп көрем. Өте жақсы жас министрдің осы ғылым саласына өзгеріс әкеліп, ғылымды көтереді деген ойдамын. Мына ғылым саласына өзіңіз білесіз, қаншама министр ауыстырды, санына жете алмай қалдық. Соның барлығы былықтырып кетті. Енді мына жігіт жас жігіт екен, өнен кейін қазақилығы басым екен, бұл адам жасайды деп ойлаймын. Негізі ондай билікке саясиландырмау керек. Ғылым саласын саясиландырудың керегі жоқ. Ғылым саласына ақшаны бөліп, ғылымды дамытып қой беру керек. Ол саясаттағылар, ол басқа. Иә. Осы білім министрлікке тер ғой, осы кісі, осы министр аты ұят болады қазір. Ол да бізді қарап қалса, ат жөнінде білмей отырмыз. Мен білемін ол. Жақсы. Ол кісі осылай деген, оқулықтар туралы айтқан. Оқулықтар комиссия жасау керек. Осы оқулықтар жасағанда комиссияның ішіне сіз кіру керексіз, міндетті түрде. Ол енді министрлік болады ғой. Министрлік болады, конечно, болмайды. Неге болмайды? Болады дегенде бір бөлек, міндетті түрде дегенде ол кішкене басқаша, жақсы болатын еді деп қояйын да. Оны жаңа Ахметжан, Аятжан бауырымыз, ол енді Астанада тұрып жатыр ғой. Мүмкін ол айтып қояды ма? Біз бәріміз болсақ, мүмкіншілік жаңағы сіз айтып жатқан кісілер егер осылай Zoom-да жиналсақ, сөйлессек, ар жағында түрлі мамандар, сіз математикадан, Аятжан бауырымыз ол химиядан, мырза дейберек па бізді. Сонда осылай енді қазақ тілді білет дегенде онда мен кіре алмай қалам. Жанашырлар, қазақ тілдің жанашырлар болса, және ол нәтиже керек. Өйткені ол біз айту мүмкінбіз, бізде нәтиже керек. Және нәтиже жасайтын адамдар керек. Және де біздің мақсатымыз ол жастарды, іс болады, қасан жастарды да қосылады. Жастар ол мектептерден оқушылардан бастау керек. Қазір бізде әпедемі, жаңа айттық қой, әке шешесі көріп жатыр, бесікке оқиды. Мұғалімдер оған қазақшалап, ол адам боласы, анда боласы, оқы дейді. Ол оқиды да, Алматыға келеді, Астанаға келеді, қазақ тіл түкте ешкімге керек емес. Орыс тіл керек. Орыс тіл білсе, онда жұмысы табады, онда ол көтеріледі жұмысынан, министр болмай тағы да болады. Ал қазақ тіл білсе, ол кері. Екінші енді түрде біз соны бұзу керекпіз. Бұзғанда ол 10 жылдың ішінде емес, қазір жасауымыз керекпіз. Ертеңнен бастап осы жылда оны өзгерте салу, оп-оңай істеу. Менімше, мен таңғалып. Ол құжат қағаздарды қазақшаласа болды ғой. Құжат қағаздарды қазақшалап жіберсе болды ғой. Қазақша жазасын деп, әсіресе қазаққа, кез келген қазаққа қазақша толтырасын деп міндеттеу керек те. Енді басқа ұлттарға қазірше мейлі, қазақша толтырса құба құп, орыс тілінде толтырса мейлі, әзірше. Бірақ қазаққа сөзсіз, шартсыз
қазақ тілінде толтырасың деп бланкінің барлығын қазақшалап тастау керек, сонда қайда барады ол? Мәселе уранда емес, ол бір түртіп емес, бұл жерде жан-жақтан, өйткені адамдарды да түсіну керек. Ол сіз қазақша академия сөйлеп жатсыз бала кезіңізден. Ал мен қазақша үйрендім ғой, мен білем. Мысалы, басқа тілдерді үйренуге тырысам, мен түсінем, бұл оңай емес былай қарағанда. Оларды да әрине мәжбүрлік деген енді керектік болуға тиісті. Адам бір нәрсені үйренбесе, оны енді дінде осылай айтады да, әсіресе екі нәрсе бар, кедергі. Сол біреусі, ең бірінші, ол тәкаппарлық. Менсінбеу. Ол менсібет, ол не керек дейді, ол айтады ғой, маймылдардың тілі бізге не керек дегенде. Осындай ұғым болса, онда оларға қиын. Әрине. Елді сыйламаса, сондай. Біраз... Жақсы. Сіз бұндай кезде жатасыз, Жақсы, жарайды енді. Жақсы әңгімелестік. Сізге көп рахмет. Енді қазір осыны мен сізді мазалайтын шығармын. Қараңыз, сіздің анау кітабыңыз бар. Сол кітап туралы математикадан ол бір бөлек, анау баяндама шипагерлік баян. Шипагерлік баян. Шипагерлік баян туралы айтып берсеңіз, және де тағы да осыны енді іске асырайық, басқа кісілерге де таратайық. Әнвер мырза, кешіріңіз, шипагерлік баянды бір бастасақ, ол өте ұзын әңгіме болып кетеді. Мен өйткені егжей-тегжей түсіндіруіме тура келеді. Қазір соған енді бірталай уақыт болып қалды. Меніңше, оған басқа бір кезде келейік. Ол басқа тақырып болсын. Әрине. Бұл жерде осылай мен ойлағанмын, бірнеше енді жолдарын ба сіз оқып берсеңіз сол жақтан. Өйткені маған бір балалар оқыған, сонда Бауыржан деген кісі, сол жақтан оқығанда оны жатқа, сонда қарасам, шында да мен естімеген сөздер, бірақ көрініп тұр қазақи сөздері бірден. Мен қазірдің өзіне айтып жатырмын, күмәнданамын. Ол қалай, ол 15 ғасырда қазақтар медицинадан кітап шығарған. Ол қалай болуы мүмкін бе? Ол Қытайдың қазақтары өздері деп. Ол кітапты бар ғой, Қытайдың қазағы болсын, Қазақстанның қазағы болсын, дәл қазір сол кітаптың мазмұнды 10 академикті отырғызып қойып жаз десең де жазамайды. Өйткені оның ішіндегі дүние өте терең, өте түпсіз терең. Онда философия бар, әдебиет бар, тіл бар, тарих бар, медицина бар, астрономия бар, этика бар. Бүтін энциклопедиялық еңбек ол. Оны 10 ғалымды отырғызып қойып жаз десеңіз жаза алмайды оны. Өйткені оны түсіну өте қиын. Менің өзім сол 92 жылы Қытайда басылып шықты, содан бері құмармын, содан бері ғашықпын. Деп оқығанда бізде дым түсінбейтіміз. Қазір біраз түсінеміз, сол түсінген жерлерімнен бір 20-дай мақала жазып тастаған мен. Ол Қытайдағы қазақтарда да жарияланды, осы жерде сайттарда шықты. Енді мен жалқау адаммын, газет бірдемеге бармаймын өзім. Сайттарда осы жерде Абай сайты, Қамшы сайты дейді. Ол Қытайдағы сайттарда менің мақалаларым көп шыққан сол туралы. Ал енді арғы беттегі қазақ ағайындар, ол айтым ғой, бір кітаптан 100-ге жақын, былай айтқанда шығарма жазып тастады. Кітабы бар, әңгімесі бар, анасы бар, мынасы бар, ғылыми еңбектер. Ол сондай үлкен энциклопедиялық еңбек ол. Сондықтан оны қысқартып айту өте қиын. Бірнеше бір жолдарын ба, бір бетін ба, бір мәтінменен бірге оқып берсеңіз, осылай тұрса, өйткені мен оны естіген емеспін, көрген емеспін. Осылай таралып тұрса, бір аудиоменен бірге, мен өзім неге аудиомен деп атқан, мен кішкене оқығанда қиналат шығарым деп ойлаймын да. Солты айтып отырмын ғой. Сол шипагерлік баянға келесіде бөлек тақырып болып келейік. Бөлек тақырып. Өйткені мен оған ұзын сөйлеймін. Сол кезде сіз айтқандай көрсетіп отырып кітапты. Соның ішінара кейбір нәрсені айтып отырып, соның бәрін айтамыз сонда.
бұл кітап қалай құрылған, бұл қалай жазылған, бұның жүйесі қалай, сол кезде айтайын егжей-тегжейлі, бола ма? Енді егер сіз не қыламын десеңіз, YouTube каналына кіріп Шайахмет Қалиұлы деп кірсеңіз, сол жерде менің шипагерлік баян жөніндегі айтқан лекцияларым бар, сол жерде сұхбаттарым бар, лекция емес, сұхбаттарым бар. Соны тыңдасаңыз да біраз нәрсе түсініп аласыз. YouTube-қа кірсеңіз, Шайахмет Қали деп жазыңыз. Мен де және біздің көріп жатқан кісілерді кірсін көрейік бәріміз. Сосын анау біз анау мамандықтарды айттық, сіз математиксіз, химик бар, тарихшы бар, аздау мамандықтар, нақты білімнің. Жоқ, бар, физикадан да бар, бәрінен бар. Қытайдан келген жігіттер бәрінен бар. Бәрінен бар, қорқма, бәрінен бар. Осы Қазақстанда кімді білесіз алгебрадан мықты? Алгебрадан Асқар Жұмаділдаев алгебрист қой. Мен келгенде ол кісі Еуропада екен, содан танысамай қалдым да, мен келген кезде ол кісі Еуропада жүрген екен. Асқар Жұмаділдаев алгебрист қой. Кездескенсіз ба? Кездескенсіз ба? Жоқ, кездескем жоқ. Кездесіп көргенмін. Сосын Уалибай деген бар. Уалибай деген алгебрист. Болу керек, енді ол кісілерді білмеймін. Бірақ та ол қаншама. Шайахмет бауырым, көп мен қуаныштамын, Алла риза болсын. Көп рахмет. Және осы енді YouTube-тан сізге де жіберем, басқаларға да таратыңыз. Біз көп жан-жақтан түрлі тақырыпты қозғадық. Алла риза болсын. Сау болыңыз. Жақсы. Аман сау болыңыз. Көп рахмет сізге. Рахмет сізге де. Сау болыңыз. Немерелеріңіз. Қазір өшіп жатырмыз. Қалай болды? Менде де. Бітті. Жақсы. Бітірейік.